АКШ президенті Дональд Трамп америкалық көліктерге алкоголь және сүт өнімдеріне әділетсіз жағдай жасалып отыр деп Канададан импортталатын тауарлардың басым бөлігіне 50% баж салығын енгізді. Ақ үйдің мәлімдеуінше, Канада және Қытай 2025 жылы Трамп енгізген баж салығына жауап шараларын қолданған жалғыз екі ел. Жаңа баж салығы күнделікті тұтынатын тауарларды қоса алғанда өнімдердің бірнеше түріне салынады. Алайда энергетикалық өнімдер, калийге, балыққа және маңызды пайдалы қазбаларға баж салығы салынбайды. Ақ үйдің хабарлауынша, жаңа тарифтер 30 күннен кейін күшіне енеді. Канаданың премьер-министрі Марк Карни Оттава Трамптың әкімшілігімен келіссөздер жүргізуге дайын екенін айтты. Алайда бұл шешім экономикада жаңа тұрақсыздық туғызуы мүмкін. Бұл инфляцияның өсуіне әкеліп, Трамп Ақ үйге қайта оралғанға дейін ұзақ уақыт бойы тығыз байланыста болған екі елдің қарым-қатынасын одан әрі шиеленістіруі ықтимал. Ал Трамп үшін жаңа баж салығы қарашада өтетін аралық сайлау қарсаңында елеулі саяси және экономикалық тәуекелдерге әкелуі мүмкін.